Біздер 5 жігіт болып келіп қалып отырмыз. Біздер былтыр 1 жыл бұрын Анталияға барып келгенбіз. Осы 5 жігіт барлығымыз. Енді биыл карантинге байланысты өзіміздің Қайынды, Көлсай жерлерді қыдырып, аралап жүрміз. Енді сіздерге таныстыра кетуді жөн көрдім. Кімнің кім екенін қазір өздеріңіз біле жатасыздар. 曲项上天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。екі қасиеттің бірі осы ғой. Кәсіпкердің өнімі мен кәсіпкердің арасына қызметкерлер пайда болған кезде, команда пайда болған кезде өнімнің сапасы нашарлай бастайды. Қайынды көл. Өлің десе осында кеп өл. Ең аз болғанда үстіндегі маржа 300-400%-ке дейін маржа қойып сатуға болады. Омар Жәлел, Қаншат Бегізбек, Бағдал Абдраим деген сияқты сондай спикерлермен, танымал әншілермен форум өткізіп отырмыз. Ол космосқа ұшу емес. Біздер мына уазикпен Қайындыға бара жатырмыз. Аз қалды. Қайындыдамыз. Мынау тек қана бастамасы. Осы жерді қарап, қамқанып мына жердегі иіс сөзбен жеткізу, камерамен жеткізу мүмкін емес, сондықтан вообще басқа әлемді мына жер. Мына табиғатқа енді шыны керек. Көз тоймайды ғой. Келіп көріңіздер. Бір ауыз. Мына табиғатқа шыны керек, көз тоймайды, келіп көріңіздер. Бір ауыз. Шіркін табиғатқа көз тоймайды ғой. Келіп көріңіздер. Бір ауыз. Қолда бардың қадірін білмейміз ғой, шіркін. Бұл табиғатқа көз тоймайды ғой, шіркін. Келіп көріңіздер. Ассалаумағалейкум. Біз келдік Қайынды. Достар, мінекей біздер Қайындыға келдік әйтеуір. Жеттік, фотоға түсіп, көріп, тамсанып тұрмыз. Мінекей жігіттермен сөйлесіп, ақылдасып, өзіміздің көңіл күйімізбен бөлісіп деген сияқты бір ішкі эйфориямыз артып сөйтіп отырмыз. Эйфория деген не ол? Не аласың ба? Шабыт кеңізі мен бір айтатын бірдеңкелерім бар да осы. Мен де бір айтып жіберейін осы сізден кейін. О, Қайынды көл. Бітті ме осымен? Бар жоқ. Арғар жалғастырып кетем дедің ғой енді сізге. Қайынды көл. Үшінші жолы. Өлің десе осында кеп өл.
мен осындай кезде бір шабырым қозады да, резко айтып жіберемін да, сол. Арқаңыз бар сондай ғой. көрдік жаңағы істемей қалып қой, түсінбей қалып қой. сөйтіп арасынан сөйтіп айтып жіберемін да, шабыт қой ол енді сен. 曲项上天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。 Екі қасиеттің бірі осы ғой. Екіншісі осы. Екінші сөз ма? Дұрыс қой, иә? Шуинфо деген қалай кетті? Соңғысы. Мағынасы қандай сонда? Айтқанның сөзіңіз. Чөй-чөй ма? Жоқ, вообще. Жаңа өлең ба? жаңа өлең. Жаңа өлең ол негізі ана аққулар жөнінде айтылған өлең ғой. Негізі Либай, Қытайдың енді әйгілі ақыны Либайдың айтқан өлеңі. Бірақ оны өзіміздің қазақтар қазір ол кісіні өзімізге жақын тартып, атын Ілебай деп өзгертіп алған. Ілебайдың өлеңі ғой енді. 曲项上天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波деп осындай көлдегі жүзіп бара жатқан сұлулығын жеткізе алмаған кезде айтқан өлеңі ғой. Сол үшін жеткізген ғой. аппақ болып жүрген аққу сияқты. Бәрекелді. Сондай. Бәрі аппақ болып киініп алыппыз, ал енді достар, бүгін міне біздер 5 жігіт болып келіп қалып отырмыз. Біздер былтыр 1 жыл бұрын Анталияға барып келгенбіз. Осы 5 жігіт барлығымыз. Енді биыл карантинге байланысты өзіміздің қайынды, көлсай жерлерді қыдырып, аралап жүрміз. Енді сіздерге таныстыра кетуді жөн көрдім. Кімнің кім екенін қазір өздеріңіз біле жатасыздар. Ал енді Бәкеден бастайын, Бекбол мырзадан бастайын. Ассалаумалейкум. Бекбол мырза, сіз енді қазір екі үлкен автомаркеттің басшысыз ғой. Қарамаңызда 50-ден аса адамдар жұмыс істейді. Айтыңызшы, осы 50-ден аса адамды қалай бір жерде ұстап отыруға болады? Мысалға, әркімнің өзінің жеке мінезі бар, әркімнің өзінің несі бар деген сияқты. Біздер деген қарап отырсақ, 2-3 адамды кәдімгідей жұмыс бергенде басқара алмай қалып жатамыз да. Сіз айтыңызшы өзіңіздің бір тәжірибеңіз бойынша. Негізі оның бәрінің құпиясы негізі жүйе ғой. Жүйеге келеді тіреліп, алдын ойлайтын бірақ мүмкін емес деп. Бірақ кішігірім магазиндеріміз болды жалпы. Бірақ бұнанда 50 адамды басқарып алдын көрмеппін. Бірақ өте қиын екен. Бірақ оның бәріне жүйе қойып білсең, бәрі орнына түседі. Уақыт-уақытымен бірақ асықпау керек. Туыстармен де істесу негізі оңай емес. Тоже оларды мойындату, қалай айтқанда, компания қай кезде өседі? Компания басшы өскен кезде ары қарай дамып өседі. Сонда сіз айтпағыңыз, әр компанияның басшысы жеке дамып отыру керек қой? Иә, дұрыс, өте дұрыс. И бұл жерде команда образование ғой. Команда мықты болса, бәрі алға жүреді деген ойдамыз. Түсінікті. Енді осы орайда жүйе деп қалдыңыз? Иә, жүйеге байланысты. Жүйеге байланысты бұл жерде Ерекеңе рахмет көп, Алла разы болсын. Бұл кісімен танысқаныма негізі өте қуаныштымын. Бауыр бір жағынан досым, серіктесім. Көп рахмет негізі. Бұл кісі болмағанда білмедім не істеуге болатын. Енді Ереке Еркебұлан мырза. Ассалаумалейкум. Бақылау консалтинг деген жүйелі басқару кәсіпкерлерді жеке коучинг өткізеді. Сабақтар өте қымбат. Сондықтан да бұл жерден анау-мынау кәсіпкерлер өте бермейді. 100 мыңдық бизнес курс дегендер олар жайында қалып қоятын нәрсе, шынында айтқанда. Енді Ереке, адамдарды мысалға жұмыстан кетіп қалмау үшін, бір белгілі бір мақсатта, бір идеологияда жұмыс істеу үшін не істеу керек? Енді былай ғой, лидер деген кім деген кезде көп жерде жазылады ғой. Лидер деген өзінің мақсатын, өзінің қасындағы адамдардың мақсатын айналдыратын адам деп. Осы кезде басында кәсіпкер енді жаңадан кәсіпке енді кірген кезде бір өнімін сатып бастайды нарыққа. Өзі клиенттермен сөйлеседі, өзі жарнамасын жасайды, өзі апарып береді. Кәсіпкер өзінің өнімін мықты сатады. Және де өзі жұмыс істеген кезде ол мықты сапамен жұмыс жасайды. Әдетте ондай жағдайда кәсіп жақсы жүре бастайды. Бірақ жаңағы сатылым саны өскен сайын, объем өскен сайын кәсіпкер өзі үлгере алмай бастайды. Сол кезде ол қасына адамдар ала бастайды. Яғни басында достарын, туыстарын тартады, одан кейін қызметкерлер жалдай бастайды. Міне осы кезде кәсіпкердің өнімі мен кәсіпкердің арасына қызметкерлер пайда болған кезде, команда пайда болған кезде өнімнің сапасы нашарлай бастайды. Осы кезде команданы ұстап тұру, команданың барлығын жігерлендіру, барлығын жұмылдырып, жұдырықтай жаңағы бір идеяға, бір ортақ нүктеге бағыттау бұл өте қиын.
Бұл жерде арнайы құралдар бар. Бізде жүйелі басқару жобасында идеология деген мықты бір керемет құрал бар. Біз сол құралды кәсіпкерлерге енгіземіз. Компанияның идеологиясы мықты болатын болса, және де кәсіпкер сол идеологияға байланысты әрекеттер жасап, үнемі соны суғарып отыратын болса, онда кез келген компанияны гүлдендіріп жіберуге болады. Өйткені өзін сыйлайтын, өзін болашағына алаңдайтын кез келген қызметкер ол белгілі бір компанияға жұмысқа кіретін кезде мен бұл компанияда 5 жылдан кейін кім боламын деп сұрақ қояды. Кәсіпкер осы сұраққа жауап бере алу керек. Яғни кез келген адам өзінің болашағын осы компаниямен байланыстыра алған кезде мимен емес жүрекпен. Сол кезде кәсіпкердің айналасында нағыз жаңашырлар пайда болады деуге болады. Бұнда Ереке, енді мен білемін ғой сізді. Басқа білмейтін жандар бар да, енді осы видеоны көріп отқан, сізбен қалай байланысса болады, немесе бір өзіңіздің бір сабақтарыңыз бар ма, бірінші көретін? Бізге мына жерде WhatsApp номер, мына жерде Instagram шығады деп. Жекеге жазсын, WhatsApp-қа шықсын, байланысын. Біз міндетті түрде барлығына жауап береміз, толыққанды ақпарат береміз. Біздің қолымыздан қазір 50-ге жуық кәсіпкерлер өтті осынға дейін. Бізде өте көп отзывтар бар. Кез келген сұраққа жауап беруге тырысамыз ашық. Мен енді жеке қасымда жүргендіктен білем да, кейбір адамдар айтады екен, мысалға идеология деген бір құралдың 10 сабақтан тұратын бір құралдың меңгергенде біздер деген жаңағыдай карантин кезі болсын, басқа да кризистік сәттерде 2 айлық ақшасын төлемей ұстап қалған адамдар болған екен. Ондай жағдай болған. Идеология деген сабақты ғана үйреніп, компаниясына енгізіп, кассовый разрыв болып, 2 ай бойы қызметкерлеріне айлық төлей алмай қалған. Сол кезде осы қызметкерлермен бір жиналыс өткізген кезде бүкіл қызметкерлер 2 ай тегін жұмыс істеген. Яғни біз сендермен біргеміз, біз кетпейміз деп до конца барған ғой. Бірақ енді ақшасын берген ғой кейін. 2 айдан кейін береді ғой, бірақ 2 ай бойы ол да үлкен үлкен көмек қой қызметкерлердің тарапынан. 2 айлық 20 адамға 2 ай бойы айлық төлемеу деген ол кәдімгідей бір ақшаны үнемдеп қорда ұстап тұруға мүмкіндік береді. Сол 2 айдың ішінде даже компания құлдырап банкротқа ұшырап кетуі де мүмкін еді. Әрине. Соған сеніп қалып отыр ғой. Енді біздің қасымызда бизнесте осы Қазақстанның бір 10-нан бірі десем қателеспеймін, 10-нан бір кәсіпкерлеріне тауар тасып, біздің Қазақстан бойынша Қытайдан өте сапалы әрі тез тауар алып келіп жүрген Ыбырайым ағамыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Енді сіздің өзіңіздің бизнесіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Біздің ұранымыз осы күнге дейін Қытаймен бизнес жасау, ол енді космосқа ұшу сияқты қиын емес деп айтамыз. Әрқандай жұмысты біз ең оңай жағынан қарастырамыз. Қазіргі таңда көптеген адамдар өз кәсібін қаяқтан бастауды білмейді. Біз сол жаңадан кәсіпке келем, енді кәсіп бастаймын деп жүрген адамдарға өз тараптарымыздан Қытай жағынан болсын, тасымалдау жағынан, тауар таңдау, логистика, таможня, сол жағындағы жұмыстардың бәрін упаковка жасап, товарды үйіне жеткізіп, ары қарай кәсібін бастап кетуге дейін біз көмектесіп отырмыз. Сонда қазір деген барахолкеге барып, Қарғосқа барып, товар іздеп жүрудің қажеті жоқ қой? Жоқ, уже ондай дәуірлер өтіп кетті қазір. Сонда кез келген товарды тауып бере аласыздар ма? Кез келген товар үйде отырып қана заказы беруге. Мысалға Қытайдан бір товарды алып келіп, мына жақта қаншаға сатуға болады? Бір пример келтіріп кетсеңіз. Ең аз болғанда үстіндегі маржа 300-400%-ке дейін маржа қойып сатуға болады. Қазіргі таңда нарықтағы хит товар 300-400%. 300-400%-ке дейін маржа қойып сатуға болады. Мысалға енді қандай товар қазір сатылып жатқан бағасы қанша, Қытайдағы бағасы қанша, соны айта кетсеңіз бір көзге елестететіндей болсын. Любой бір товар болғанда бізде қазір Разгат. Не деп айтуға болады? Термобилье болсын, одан кейін мысалы біз өзіміз великтар әкеп отырмыз ғой қазір. Мысалы электровелик. Электровелик қазіргі таңда 290 мың теңге тұрады Қазақстан нарығында. Біз көрдік, реклама жасап та көрдік. 290 мың теңгеге сұраныс керемет болып тұр. Ал бізге келгендегі бағасы где-то бір 170-тің ар жақ бер жағында болып тұр. Ар жағында 110 мың теңгедей таза пайда табуға болады. Енді бұл үлкен тауарлар ғой, қымбат деген сияқты. Ұсақ тауарларды вообще 10 есе көбейтсең, әрине. Кез келген футболкаларды әкеп өзіңіздің. Қарындаш болсын, носки болсын. Қанша күнде алып келесіздер сонда? Товар қазір біз ортақ срок 15-20 күн аралығында. 15-20 күн аралығында Қытайдан алып келесіздер? Қытайдан Қазақстанға жеткізіп береміз. Қазақстан кез келген жеріне? Кез келген қаласына жеткізіп, үйіне дейін до дома доставка жасап бере аламыз. До дома деген жақсы екен. Енді келесі
кезекті. О, біздің Рысеке Рысдәулет бауырымыз. Бұл кісі өте үлкен азаматтармен жұмыс жасайды. Шынына келгенде қазіргі кезде Атом деген үлкен бизнес мотивациялық форум ұйымдастырмақшы. Айта кетсеңіздер, Рысеке. Ассалаумағалейкум достар. Біз дәл қазіргі айналысып жатқан ісіміз Атом форум жасау. Біз жаңа бір форумда, бірінші форумда запускать еттік. Ол жерде бізде 10 спикер болады. 10 Қазақстанда белгілі спикерлер, әртүрлі саладағы. Және 10 күн бойы онлайн түрде сабақ болады. Ол жердің негізгі идеясы, негізгі қазіргі таңда барлығы қиын болып кетті, пандемия бар, адамдардың бәрі негатив пікір болып кетті, көңіл-күйлер түсіп, сондай жағдайда қалай өз-өзін ұстап қалу керек, қалай жаңа нәрсе істеу керек, қалай білім алу керек деген сияқты ең басты бізде спикерлердің Омар Жәлел, Камчат Бекжігітова, Бағдал Абдраимов деген сияқты жігіт сондай спикерлермен, танымал әншілермен форум өткізіп жатырмыз. Бұның негізгі мақсаты да сол уақытша жоба емес, үлкен өмір көп жылды өмір сүретін сондай компания құру. Синергия сияқты сондай бір үлкен бизнес форум бар. Орыстарда синергия сияқты форум бар. Сол синергия сияқты Қазақстанда да сондай форум жасау. Сонда сіз қазақстандық Аветов болып тұрсыз ғой? Жоқ, мен Қазақстанда Рысдәулетпін. Аветов орыстардың Рысдәулет болып жүр ғой десе. Тамаша. Алып-қосарыңыз бар ма тағыдай? Шақыратын болсаңыз, мына жақта өте дамуға жақын. Өте бағасы да 10 күн бойы өз үйіңізде онлайн көресіз. Бағасы да 3000 теңгеге 10 күн бойы 3000 теңге төлесеңіз болды. Бүкіл 10 спикер өзіңіздің үйіңізге барып сізге сабақ өткендей болады. Және де бүкіл отбасыңызбен мысалы тақырыптар, Камчат Бекжігітованың тақырыбы алған білімді қалай қолдану керек, Бағдал Абдраимовтың қарыздан қалай құтылу, Бақытжан Мұқарбайдікі кітапты қалай оқу, Омар Жәлелдікі құлдық санадан шығу. Сол сияқты 10 спикердің 10 түрлі тақырыбы бар, соларды алсаңыздар. Енді бүйтіп қарайтын болсақ, әр спикердің өзінің жеке-жеке тұлға ғой. Инстаграмнан бәріміз бақылап жүреміз, олармен кездесіп сөйлескіміз келеді, бірақ та енді олармен біріншіден мүмкіндік те болмайды, екіншіден оны қанша шайға шақырып, бір ресторанға шақырып кездессең де жаңағы бір 20 мыңда кетіп қалады енді жақсы жерге апарып отырғызу үшін. Мына жерде онлайн форумға қанша төлейсің сонда? 3000 теңге төлейсің. 3000 теңге. Және де бізде әртүрлі пакеттер де болады. Мысалы, оны шын қызығып жатсаңыз, алдағы уақытта үлкен андай стратегиямыз жұмыс істеп жатырмыз. Тимбилдингтер болады, спикерлермен кездесу, бірге саяхаттау, жаңағыдай жеке кездесу, кешкі ас ішу деген сияқты сондай салаларды бар ары қарай. Сол үшін біздің Атом форум инстаграмға жазылып алсаңыздар, алдағы уақытта керемет жобаларды істейміз. Ой, рахмет Рысеке. Рахмет, сәттілік тілейміз баршаңызға. Мінекей біздер демалып отырмыз Қайындының жанында. Қазір ары қарай подкаст түсіреміз деген ойымыз да бар. Бұйырса ол да шықпалар түсіріп жатсақ, түсірмей қалсақ тағы ренжімеңіздер. Жақсы, онда сәттілік жігіттер. Жақсы.